Hamurumuz ашыды, дайын болды. Зуалап жатырмыз. 4 штугын нан қылмақшымын, қалғанын бауырсақ қылмақшымын. Мына өздеріңіз көріп отқандай. Зуалаған нанымызды табаға майлап осылай қойып алдық. Көтерілгенін күтеміз, көтерілгесін кішкене жайып жіберіп, қызып тұрған духовкаға жұмыртқасын жағып, бетіне пісіріп аламыз. Міне, зуаламыз көтерілді табада тұрып. Енді осылай басамыз. Бірдей қылып, ортасын ашып аламыз. Жұмыртқасын жағып аламыз. Беті жылтырап, сап-сары, әдемі болып пісу үшін осылай жұмыртқа жақсаңыздар болады. Беті өте әдемі болып пісіп шығады. Әр түрлі фантазияларыңызбен сәндей берсеңіздер де болады нанды. Шеттерін әр түрлі қылып, лезвімен тіліп, пышақпен тіліп, өзге кішелі бошканың түрі сияқты қылып сәндей берсеңіздер де болады. Мен қазір бұл жерде мынандай вилкамен тесемін, ортасы менде нан тікес жоқ болғандықтан бетіне күнжітімізді сеуіп жібереміз. Күнжіт әдемі дәм келтіреді лепешкаға. Міне сіздер осылай қалай сызық түсіреді деп ойланып жүрген боларсыздар. Осылай тіліп алсаңыздар болады. Сосын бұлай гүлдесекке болады. Міне енді бұны біз духовкаға саламыз. Бауырсағымыз 2 зуала шықты. Қазір енді осыны жайып, ойып, сіздерге көрініп жатырмын. Кішкене ұндап жіберейік. Ұнды қатты көп сеппейміз. Ұнды көп сеуіп жіберсек, майды сорып алады. Әрі майымыз қап-қара болып, қоқым болып кетеді. Оны барлығы біледі дейін ойлаймын. Қамырдың қалыңдығы мұны осындай болады. Осындай болады. Енді бұны оямыз. Міне, мынандай ойғыштарыңыз болса, осындаймен ойсаңыздар болады. Бұндай жоқ болса, кәдімгідей пышақпенен кесе берсеңіздер де болады. Менде қазір мынандай темірім бар болғандықтан, мен қазір осындаймен де кесіп, бір зуаламды осындаймен кесіп көрсетпекшімін. Қалғанын жұмысты көбейтпес үшін пышақпен кесе саламын. Сіздерге тек бір түрін домалап, бір түрін пышақпенен көрсетіп жатырмын. Міне екінші қамырымызды жайып жатырмыз, екінші зуаламызды. Газ үстіп жайып алғаннан кейін көтерілгенін күтеміз. Бауырсағымыз әдемі болсын дейтін болсақ, көтеріп аламыз. Міне, біздің газымызды жағып қойдық, газыстер. Бауырсағымызды кесіліміз. Енді кесілген түрінен көрсетпекшімін. Сіздерге жаңа ойып та көрсеткен болатынмын. Мен үйде бауырсақты үлкен-үлкен қылып кесемін негізі. Арасын ашық-ашық етіп қоямыз. Себебі бұл көтерілген кезде бірін-біріне жабысып қалмас үшін.
Мен осылай пісіремін үйде үнемі, үлкен етіп. Қонақтарға қоятын болсаңыз, енді ол кезде домалақтап, кесіп, әдемелеп қойған жөн. Міне біз жаңа көтеріп қойған бауырсақтарымыз, міне әдемі көтеріп. Міне осылай салып пісіріп аламыз. Аунатпаймыз бауырсақты. Қалай саламыз, солай тұрады. Піскеннен кейін барып аударамыз. Осындай әдемі томпақ бауырсақтарымыз піседі. Мына отымыз енді жақсы өтіп жатыр. Қызуы басып. Қандай төртбұрышта қылыпта кескен түріміз. Сарғыш қылып алайын деп жатырмын. Майым бағана қатты қызып кетіп, алдыңғы бауырсақтарым қызарыңқырап кетті. Отын жай басып, мына осындай сап-сары әдемі алып жатырмын. Аз өздеріңізге көрсететін боламын, бәрі дайын болған соң. Міне, біздің жаңағы дайындаған 4 зуала нанымыз дайын болды. 2 зуала бауырсағымыз дайын болды. Міне, нандарды қараңыздар, қандай әдемі. Бұл тұр. Өздеріңіз көргендей. Гүл бауырсақтарымыз. Міне, мынандай қылсаңыздар да болады бетін. Әдемелеп. Лепешка сияқты болады. Тәтті. Міне, бауырсағымыз. Әлі бауырсағымыз ыстық. Міне. Ішін көріп тұрсыздар ма? Іші осындай әдемі болып піседі.